Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте қолжетімді ингредиенттерден тұратын, өте дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер үлкен отбасы болсаңыздар, немесе бір үлкен жиын жасап жатқан болсаңыздар, сіздерге өте қолайлы рецепт, өйткені құрамы өте қолжетімді. Біріншіден, екіншіден дәмі өте керемет болып шығады. Үшіншіден, көлемі үлкен, яғни үлкен порцияда жасап үйренетін боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен қамырына кірісетін боламыз. Осылай маргаринмен алдын ала електен өткізіп алынған ұнымызды крошка қалпына келтіріп алатын боламыз. Содан соң қопсытқышымызды саламыз. Барлық керекті ингредиенттерді видеоның астына описанияға граммдарына дейін жазып кететін боламыз. Сол жаққа өтіп қарап көрсеңіздер болады. Кіші қасықта тұз, кіші қасықта ванилин саламыз. 2 жұмыртқаның сарыуызы мен қант салып, қаймақ салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бұл қамырды көп илеуге болмайды. Бір келкі қамыр қалпына келтіріп алған соң, бірден пакетке салып, ішіндегі салмасын дайындап аламыз дегенше холодильникке жіберетін боламыз. Одан алдын осылай 2 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Біреуі кішкене үлкендеу болсын, біреуі кішкене ғана кішілеу болса жеткілікті. Сонымен холодильникке жіберетін боламыз. Ендігі кезекте пирогымыздың начинкасына кірісетін боламыз. 1 килограмм сүзбелі ірімшікке, яғни творогқа жаңағы қамырынан салған жұмыртқаның сарыуызынан артылған ақуызын салып, яғни 2 жұмыртқаның ақуызын, ванильный сахар салып, сосын кәдімгі қант салып, жақсылап блендердің көмегімен немесе осылай пюре езгішпен езіп бір келкі қапқа келтіріп алсаңыздар болады. Тәттілеу қаласаңыздар көбірек қант салсаңыздар болады, яғни кішкене орташа болған қалсаңыздар аздау салсаңыздар болады. Начинкамыз дайын болған соң холодильниктен қамырды алып, пирогымызды жинауға кірісетін боламыз. Ең алдымен үлкендеу бөлігін алып, онды көбірек шашып, яғни листке салып дайындап алатын боламыз. Осылай шаңғышқының көмегімен орталарını осылай тесіп алсаңыздар болады. Содан соң начинкамызды жайғастырып алатын боламыз. Начинкамызды әдемілеп жайғастырып болған соң, екінші қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Осылай көбірек етіп ұн шашып алып, бір келкі етіп қамыр жайып алатын боламыз. Бұл қамырымызды кішкене көлемін ұзындау етіп, енсіз болса да бойын ұзындау етіп жайып алатын боламыз. Өйткені бізге бетін әдемдеуге бір келкі ұзын ленталар қажет болады. Мен осылай ұқтауды пайдаландым. Сіздерде дәл осылай видеодағыдай етіп бір келкі ленталар кесіп алсаңыздар болады. Қамырымызды жайып, ленталарымызды кесіп алған соң, ең ұзын ленталардан бастап, осылай ортасынан шетке қарай бір слойын жайғастырып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасап отырсаңыздар, бұлай жасап шығу өте оңай. Дәл видеодағыда көрсетілгендегідей жасап алсаңыздар, пирогтарыңыз өте әдемі шығатын болады. Содан соң осылай бір қамырды қалтырып, екіншісін ашып, яғни дәл видеодағыдай етіп ашып алып, екінші слойын жайғастыруды бастаймыз. Бұлай сырт көзбен қарағанда қиындау көріну мүмкін, алайда дәл видеодағыдай жасап көрсеңіздер, осылай жасау өте оңай, әрі осылай бір-бірінің арасына кіргізіп, қамырды әдемілеп теріп шығып жасайтын болсаңыздар, өте әдемі көрінетін болады. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама жаңадан келген қонақ болсаңыздар, міндетті түрде тіркеле өтіңіздер. Өйткені менің арнамнан кез келген ыстық тағамдар болсын, бірінші, екінші тағамдар, пирогтар, осылай үлкен отбасыға, үлкен жиынға арналған пирогтар, торттар болсын, салаттар, немесе дәмді таңғы рецептісін таба аласыздар. Сондықтан менің арнама тіркеліп, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де басты бетте жоғарыда Instagram сілтемесі арқылы менің инста парақшама өтіп, ол жақта тіркеліп алсаңыздар болады. Өйткені күнделікті пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.
сонымен біз пирогымызды осылай әдемілеп бетін сәндеп алған соң, ленталардың барлығын қойып алған соң, вилканың көмегімен осылай шет-шеттерін бір тегістеп алатын боламыз. Содан соң ленталардан артылған қамырды жайып, осылай үйіңізде қандай қалып бар болса, менде осылай звездочка, яғни жұлдызшалар қалпы бар екен, осылай кесіп алып, гүлді болсын, кез келген формаға келтіріп, осылай сәндеп, әдемілеп алсаңыздар болады. Содан соң бетіне жұмыртқасын жағып, 200 немесе 220 градусқа қызарып, әдемі болып піскенше духовкаға жіберетін боламыз. Мінекей, осымен біздің пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай көтеріліп, көлемі үлкен болып, қызарып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Мен сахарный пудрамен әдемілеп сәндеп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шашсаңыздар да болады, шашпасаңыздар да болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады, дәмі керемет. Жасалу жолы да көріп тұрғандарыңыздай өте оп-оңай. Мен ыстық күйінде кесіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Негізінде әбден суытып алып, сосын кескендеріңіз дұрыс. Ал қыздар, сау болыңыздар, ас болсын.